Сәлеметсіздер ме? Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі Алматы қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының жоғарғы медициналық колледжі арнайы пәндер микробиология пәнінің оқытушысы Есенжолова Мақпал Алдиярқызы боламын. Бүгінгі сабақта өтетін тақырыбымыз жұқпалы аурулардың алдын алу және емдеу шаралары. Инфекция ол негізінен микроорганизм мен патогендік микробтардың әрекеттесуіндегі эволюциялық қалыптасқан биологиялық процестер комплексінің даму барысындағы қағыну күйі болып табылады. Инфекция қоздырғышы микробтардың енуі, өрбуі және тіршілік етуі микроорганизмнің қорғаныс бейімделу реакциясының тууына себепкер болады. Негізінен ағзада қоздырғыштың орналасуы мен жұқпаның берілу механизміне байланысты жұқпалы ауруларды біз 4 топқа бөліп қарастырамыз. Ішек жұқпасы, тыныс алу, қан жұқпасы, сыртқы қабат жолдарының жұқпасы ретінде қарастырамыз. Ішек аурулары ретінде вирус ас қорыту жолдарына ауыздан кіріп, ішектен нәжіспен бірге шығады. Тыныс жолдары ауруында шырышты қабықтар зақымданады және организмге вирус ауамен кіреді. Қан немесе трансмиссивті аурулар. Бұл бізде аурудан сау адамға және жануарларға қан арқылы берілуі айтылады. Сыртқы қабықтардың аурулары. Бұл жанасудан, қарым-қатынаста болудан тарайды. Вирустардың организмде өсіп-өнуі және шоғырлану ерекшеліктеріне сай, оларды ошақты және жалпы деп 2 топқа бөліп қарастырамыз. Жұқпалы аурулар пайда болуының 3 негізгі факторы бар. Біріншісі, ауа қоздырғышы микроб болып табылуы, қабылдаушы организмнің өте сезімтал болып келуі және сыртқы орта факторларының әсер етуі. Тыныс алу жолдарының жұқпасы ретінде тұмау ауруын қарастырсақ. Тұмау бұл кез келген адамның жұқтыруы мүмкін жұқпалы ауру болып келеді. Тұмау тиген адамның қасындағы адамдардың аңқасына енген вирус тұмаудың қоздырғышы болып табылады. Адамдардың көбі тұмаумен бірнеше күн ғана ауырады, бірақ кейбіреулерінің жағдайлары одан да күрт нашарлауы мүмкін, өлімге дейін әкелетін аурудың ауыр ағымы болуы ықтимал. Таралу механизмі бір мезгілде бір болыс өлке, тіпті бүкіл жер жүзі адамдарының жаппай ауруы мүмкін. Бір ауырған адам 1-2 жылға дейін қайтып тұмаумен ауырмайды. Тұмау салқын кезде жиі, ыстықта сирек кездесетін ауру түрі. Грипп вирустары ретінде 2 туыстастыққа да бөлінетін А және В вирустар тобы бар. Артомикса вирустар туыстығына кіреді. А туыстыққа 14 түрлі гемоглютинтерді және 10 түрлі нераминидазалары бар вирустар кіреді. В туысты вирустар антигендік қасиеттері жағынан табиғи штамдарға жақын, олар жаппай ауру туғызбайды және құстар мен жануарларды зақымдамайды. Тұмау ретінде негізгі факторына қарастыратын болсақ, ол яғни жаңа айтылғандай адамнан адамға оңай жұғатын жедел вирустық инфекция болып табылады. Жұғу процесс кезеңі лас қол арқылы жұғады, жөтелгенде немесе түшкіргенде ауа тамшылар арқылы жұғуы, таза немесе тұрмыстық заттар, ойыншықтар мен басқалар арқылы жұғуы келеді. Басты белгілер ретінде бастың ауруы, тұмаурату, тыныс алудың қиындатуына алып келеді, тамақтың ашуы, жөтелу, құсу, дене қызуының көтерілуі, қалтырап әлсіздіктің пайда болуы, көңіл күйдің нашарлауы, іштің өтуі, бұлшық еттердің ауруы, буындар мен сүйектердің ауруы. Бұның барлығы негізгі факторларының тұмаудың белгілері болып табылады. Алдын алу үшін не істеу қажет? Сұйықтықты көп ішуді талап етеді. Қолды сабынмен жиі жуу немесе зарарсыздандыратын қол құралдармен сүртіп тұру қажет. Салауатты өмір салтын ұстану, оның ішінде міндетті түрде шынығуды талап етіледі. Таза ауаға жиі шығу керек. Ғимаратты ылғалды тазалау және желдету болып табылады. Суық тигізбеу, ауа райына сәйкес киіну керек. Балғын жемістер, көкөністер мен жидектерді тұтыну керек. Бір реттік медициналық бетпердені бір рет қолдануды талап етіледі. Жөтеліп және түшкіріп жүрген адамдармен қарым-қатынастан аулақ болу керек. Түшкіргенде және жөтелгенде бір реттік майлықты қолдануды талап етеді. Ең маңыздысы бұл жерде бізде тұмаудан вакцинация, тұмаудан сақтанудың тиімді тәсілдің бірі болып табылады.
Алдын алу шаралары ретінде тұмауға нақтылы диагноз қойып, науқасты оқшаулап, ауруханаларға не басқа тиісті мекемелерде карантин жарияланады. Тұмауға қарсы вакцина егіледі. Оның ішіндегі ең тиімді вакцина тазартылған вириондық вакцина болып табылады. Алдын ала организмді шынықтыратын емдер жасап, спортпен шұғылданған дұрыс. Тұмау басталғанда адамның денесі дел-сал болып, көңіл күйі нашарлайды және тағамға тәбеті шаппайды. Келесі кезекте бізде жедел ішек инфекциясы микробтармен қоздырылып, ауыз қуысы арқылы балалар ішегіне түседі. Ауру қоздырғышы ластанған тағамдар, су, кір, қол арқылы, ойыншықтар және басқа да күтім заттар арқылы ағзаға түседі. 2 жасқа дейінгі балаларда негізінен диарея түрінде болады. Диарея дегеніміз жиі сұйық іш өтуі болып келеді. Диарея яғни ағзаны сусыздандыруы мүмкін. Сусыздандыру дегеніміздің өзі бұл ағзадағы судың үлкен құрамын және минералын жоғалтып алу. Нәрестелер үшін сусыздану ол бізде қауіпті болып табылады. Ол тіптен өлімге де алып келуі мүмкін. Ішек жұқпасы ретінде жіті ішек жұқпалы аурулары адамның ағзасына ауыз арқылы келіп түсетін әртүрлі бактериялар себебінен орын алатын жіті ішек инфекцияларының аурулар тобы. Олар дәреттің бұзылуымен қоса асқазан ішек жолдарының зақымдалуына алып келіп соғады. Жедел ішек инфекциясы әртүрлі микроорганизмдер, соның ішінде бактериялар, вирустар, қарапайымдылар қоздыратын клиникалық белгілері асқазан ішек жолының әрекетінің бұзылуымен байқалатын және де басқа да белгілері ұқсас жұқпалы аурулардың бір тобы болып табылады. Этиологиясы ретінде бізде қоздырғыштары бактериялар болып табылады. Оның ішінде энтеробактерия тұқымдастар, стафилококктар, вирустар, қарапайымдылар жатады. Яғни бұл топта жаңағы вирустарға энтеровирус, ротавирус жұқпасы, бактериялар, оның ішінде салмонеллез, дизентерия, холера, эшерихия коли жұқпасы арқылы қозатын және бактерия уытынан стафилококктың ішектің уытты жұқпасында іштің өтуінің себебі бактериялар емес, ас қорыту жүйесіне стафилококктар өрбіген тамақ өнімдері арқылы уыттың түсуінен болатын ішек жұқпалары жатады. Эпидемиологиясы ретінде жұқпаның көзі, қоздырғыштары, яғни тасымалдайтын ауру адамдар және жануарлар. Таралу механизмі нәжіс ауыз жолы арқылы таралады. Яғни тамақ арқылы таралу жолы гастроэнтерит симптом комплексін қалыптастырады. Бір және қысқа мезгілде клиникалық белгілері, ұқсас аурудың күрт көбеюі, ауруханаға аурулардың көптеп түсуі, аурулардың жұқтыру қаупінің аздығымен сипатталады. Клиникалық белгілері ретінде бізде асқазан ішек жолдары зақымдалады, яғни ол жерде гастрит пайда болуы мүмкін, энтерит пайда болады, яғни гастрит дегеніміз тас шөміршегі астының ауруы және қолайсыз сезімнің пайда болуы, жүректің айнуы, құсуы, кекіруі, жүректің қыжылдауы жатады. Энтерит яғни аурудың бүкіл ішке жайылып, іштің кебуі және шырылдауы, іштің судай өтуі, шырыш пен қан көп емес пайда болуы. Яғни еміне келетін болсақ, антибиотиктерді мақсатсыз және қадағалаусыз қолдану ішек дисбактериозын туғызатын қаупін дәрігерлер жақсы түсінулері керек. Әсіресе осы салмонеллезді және тамақ уытты жұқпасын емдеген кезде жедел ішек инфекцияларымен ауырған адамдарға ас қорыту жолдарын қорғайтын диета тағайындалады. Әдетте бізде бұл жерде номері 4-ші диеталық стол, диарея азайғаннан кейін номері 2-ші диеталық стол тағайындалуы қажет. Асқынуы болып кететін болса, бұл жерде тыныс жүйелерінің және ортаңғы құлақтың бактериялық инфекциялары пайда болады, ішектің дисбактериозы, ішектің қан кетуі, ішек қабырғасының тесілуі, осындай секілді асқынуларға алып келеді. Алдын алу шаралары ретінде санитарлы гигиеналық шараларды жүргізу қажет. Тамақ дайындау технологиясын сақтау және тамақ дайындау технологиясына және де тамақ дайындау өнімдерін өткізу тәртібін қатал сақтау керек. Міндетті түрде жұқпаның ошағында дезинфекцияны жүргізуді қадағалау алдын алу кезеңі болып табылады.
Бұл бізде көріністе суретте көрілген сыртқы қабат жұқпалары, яғни оба ауруына тоқталатын болсақ, оба ол бізде аса қауіпті зоонозды табиғи ошақты карантиндік жұқпалы ауру болып келеді. Обаның өкпелік, ішектік, тері бубондық, септикалық түрлері де бар бізде. Бұл жерде яғни табиғатта осы түрлі кемірушілер арқылы таралады. Оба таяқшасы пішіні жұмыртқа тәрізді, ұсақ қозғалмайды, талшықтары болмайды, спора түзбейді. Яғни бұл жерде бізде өздеріңіз картинкада суреттеме көрсетілгендей сыртқы жара ретінде адам организміне шығып кету кезеңі болып табылады. Жұқпалы аурулардың профилактикасы. Не істеу қажет? Жұқпалы аурулар болған кезде, жұқпалы аурулармен ауырған кезде міндетті түрде повязканы тағып жүруіміз қажет. Ауырған адамды изоляциялау қажет етіліп табылады. Ауырған адамды міндетті түрде ауруханаға жатқызу керек. Дезинфекция кезеңдерін жүргізу керек. Инфекция ошағы пайда болған жағдайда карантинді енгізу талап етіледі. Жалпы назарларыңызға рахмет.